Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Сіздерге жасанды интеллектке негізделген ұстаздың көмекші құралы ұстаз-ай платформасымен таныстырамын. Бұл бірнеше бөлімнен тұратын платформа. Алғашқысы ұстаз-ай материалдары. Мұнда қымыжы, презентация, көрнекіліктер жасауға болады. Жасанды интеллектпен генерациялап. Екіншісі Ахмет бот деп аталады. Мұнда сіз өз сұрақтарыңызды жазасыз, тапсырмалар бересіз. Сізге бірнеше минут ішінде толық тапсырмаңызды орындап жасап береді. Мысалы, мұнда қысқа мотивациялық әңгіме жаз деп тапсырма бердік. Бірнеше секунд ішінде әңгімемізді дайындап берді. Бұл ChatGPT-дің баламасы болып табылады. Келесі бөлім бейне көмекші деп аталады. Мұнда сіз сұрақ жазасыз немесе сұрақты өз даусыңызбен қоясыз, және робот сізге бірнеше секундта ойланып сұрағыңызға жауап береді. Келесі бөлім ұстаз-ай ойындары. Флеш-карталар, кім жылдам, анаграмма секілді көптеген ойындар енгізілген, және өзіңізде генерациялап жасай бересіз. ұстаз-лабта 3D модельдер, сергіту сәті, лабораториялар бар. Сергіту сәтіне көптеген видеолар жүктелген. Кез келген уақытта сабағыңызға пайдалана берсеңіз болады. Сонымен қатар оқушыларды бағалау, үй жұмыстары, сыныптағы сауалнама секілді бөлімдер де бар. Дайын материалдар бөлімінде дайын қымыжы, ойындар, көрнекіліктер, кітаптар жүктелген. Мысалы, кітаптарға кіріп, өз пәніңізді таңдап, ішінен жүктеп алсаңыз жеткілікті. Барлық дерлік пәндер мұнда бар екенін көріп тұрсыздар. Міне жүктеу батырмасы бар. Келесі бөлім курстар деп аталады. Курстар бөлімінде сіз жасанды интеллектке керекті барлық курстарды таба аласыз. Жүйе арқылы сайт жасау, қымыжыны дұрыс жазу, жеке сайт жасау тилда арқылы. Және егер сізде ұстаз-ай платформасына байланысты сұрақтар қалған болса, осы видео инструкциялар бөліміне кіріп, керекті видеоны таңдап көріп шыға аласыз. Жаңалықтар бөлімінде олимпиадалар, тағы да басқа көптеген жаңалықтар күнделікті салынып отырады. Сабағыңыз қызықты, заман талабына сай болсын. Қазір бірге презентация жасап көрейік. Мұнда қазақша, орысша, ағылшынша кез келген тілді таңдайсыз. Пән атауын жазасыз, әдебиет деп жазамыз. Сынып 10-шы сынып болсын, тақырыпқа абайтану деп алайық. Мақсатты генерация жасап, жүйе арқылы жасауға болады, немесе өзіңіз мақсатты қолмен жазсаңыз да болады. Сізге бірнеше секундта дайын мақсаттар береді. Оларды жоюға немесе өзгертуге, өз мақсатыңызды қосуға болады. Генерациялауға жібереміз. Мұнда қосымша нұсқауларды қосу немесе қоспау өз еркіңізде. Міне бірнеше минут ішінде сізге дайын презентацияны жасап берді. Алдымен тексеріп, өзгертетін жерлерін өзгертіп, қосымша материалдар енгізе аласыз. Барлық слайдты жеке-жеке тексеріп шығуға мүмкіндік бар. Және мұнда фон таңдауға болады. Слайдтар тексеріп, фонды қойғаннан кейін презентацияға өту батырмасын басамыз. Слайдтарды тағы бір тексеріп, қайта генерациялауға да жіберуге немесе жекелеген слайдты мүлде жойып жіберуге болады. Экспорттау батырмасын басып, слайдты компьютерімізге сақтап аламыз. Осылайша бірнеше минут ішінде сіздің тақырыбыңызға сай слайд дайын болады. Назарларыңызға рахмет.